Здравствуйте, ребята! Если хотите увидеть следующий урок, подписывайтесь на мой канал. 37-й урок «Зимой весело играем и здоровье укрепляем». Қыста көңілді ойнаймыз және денсаулықты нығайтамыз. Ты будешь участвовать в диалоге, высказывать свое мнение о правилах поведения, задавать вопросы по содержанию текста и записывать ответы. Сен диалогқа қатысасың және өзіңді ұстау ережесі туралы өз ойларыңды айта аласың және мәтінге сұрақ қоя аласың. Упражнение первое. Послушай чистоговорки. Произноси их вместе с учителем. Медленно, быстро, тихо, громко. Таза сөйлеу өлең жолдарын тыңдаймыз. Мұғаліммен бірге айтамыз. Жай, тез, және дауысымыз шығар қатты, жай. Ма. К нам пришла зима. Роз, рисует узоры мороз. Ек, летит чистый белый снег. Вик, дети лепят снеговик. Теперь задание. О каком времени года говорится в чистоговорках? Өлең жолдарында қандай жыл мезгіл туралы айтылған? Упражнение 2. Напиши в тетради слова о зиме. Қыс туралы сөздерді дәптерге жазамыз. Зима, снег, мороз, снеговик. Қыс, қар, аяз, аққала. Упражнение 3. Прочитай. О чем этот текст? Оқы, не туралы? На горке. Целый день ребята трудились, они строили снежную горку во дворе. Ребята собрали снег в большую кучу, потом разровняли ее лопатами и полили водой. К обеду горка была готова, ребята побежали домой. Балалар күні бойына еңбектенді. Олар үлкен қарлы төбе жасады. Және қарды бір жерге үйді. Күрекпен барлығын тегістеді және үстіне су құйды. Ал түске таман қарлы төбе дайын болды. Балалар үйлеріне кетіп қалды. Теперь задание. Напиши в тетради 2-3 вопроса к рассказу и ответь на них. Дәптерге 2-3 сұрақ дайындаймыз, жазамыз. Придумай свою концовку рассказа. Әңгіменің аяқталу жолын өзің жаз. Яғни құрастырамыз. Зимние забавы, қысқы ойындар, снеговик, аққала, снежки, кесек, қар. Упражнение 4. Разыграйте диалог. Привет, Нурлан. Сегодня много выпало снега. Давай будем делать горку. Хорошая идея, Марат. Давай позовем друзей. Хорошо. Вместе мы быстро построим горку. А что нам нужно взять для работы? Деревянные лопаты и ведро с водой. Хорошо. До встречи. Сәлем, Нурлан. Бүгін көп қар жауды. Төбе жасаймыз ба? Әрине, жақсы ой. Достарымызды шақырайық. Жақсы. Барлығымыз бірге қарлы төбе жасаймыз. Ал бізге жұмыс үшін не қажет? Ағаш, күрек және шелекпен су қажет. Жақсы, сау бол. Упражнение 5. Прочитай, запомни. 5-ші жаттығу, оқы, есте сақта. Говори правильно. Надеть что-нибудь. Одеть кого-нибудь. Мама одела Асель на прогулку. Дети надели теплые куртки, шапки и побежали на горку. Асельді анасы серуенге киіндірді. Ал балалар өздерінің күртешесін, шапкасын киіп далаға төбеге қарай жүгірді. Упражнение 6. Работа в парах. Жұптық жұмыс. Познакомьтесь с правилами поведения на улице зимой. Выскажите свое мнение, согласны ли вы с этими правилами. Добавьте свои. Даладағы ережелермен танысамыз. Өз ойыңды айт, келсесің бе? Одевайся тепло, жылы киін. Не снимай шапку на улице. Бас киімді көшеде шешпейміз. Не расстегивай одежду. Киімді шешпейміз. Не ешь снег, қар жемейміз. Добавьте свои. Өзіңнің ережелеріңді қос. Упражнение 7. Составь предложение. 7-ші жаттығу, сөйлем құрастыр. На снег улице идет. Например, на улице идет снег. Задание. Назови предлоги в предложениях. Сөйлемдегі предлогтарды ата.
Вам нравится зима? Почему? Сізге қыс ұнай ма? Неліктен? Какие зимние развлечения помогают укреплять здоровье? Қандай қысқы ойын-сауықтар денсаулықты нығайтуға көмектеседі? Ребята, ответьте на эти вопросы. Осы сұрақтарға жауап береміз. Урок окончен. До свидания.